дәптеріңізді ашып бүгінгі күннің жартысын және сабақтың тақырыбын жазып ала қояйық. Жазып болдық па? Енді сабақтың мақсатымен танысты. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттардың астарлы ойын анықтау. Және екінші мақсатымыз жай сөйлемдерді айту мақсаты мен құрылымдық ерекшеліктеріне сай қолдану. Бұл сабақтың мақсаты. Енді ары қарай бүгінгі сабақта бағалау критерийі, мәтіндегі ақпараттың астарлы ойын анықтаймыз. Жай сөйлемдерді айту мақсатына қарай ажыратамыз және жай сөйлемді құрылымдық ерекшелігіне сай қолданамыз. Осы арқылы бағаланады. Келесі, енді ары қарай кіріспе бөлім миға шабуыл әдісі арқылы алдыңғы тақырыпқа шолу жасаймыз. Бірінші сұрақ. Жай сөйлемдер айтылу мақсатына қарай нешеге бөлінеді? Анет. Жай сөйлем айтылу мақсаты мен интонациясына қарай төртке бөлінеді. Лепті сөйлем, сұраулы сөйлем және хабарлы сөйлем, бұйрықты сөйлем. Келесі, екінші сұраулы сөйлем дегеніміз не? Аталы бұлдары қалай? Сабина. Жауап алу мақсатымен сұрай айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейміз. Сұраулы сөйлем ма, не, ба, бе, па, бе жауаптары арқылы жасалады. Келесі, үшіншісі, бұйрықты сөйлем дегеніміз не? Мысал келтіреміз. Адина. Бұйрықты сөйлем деген біреуге бұйрық, керек өтініш ретінде айтылатын сөйлемдер, мысалы бар, шарт, тағы да басқа. Жарайды, отырамыз. Жақсы, білеміз, балдар. Жай сөйлемдер айтылу мақсатымен интонацияға қарай, жаңағыдай хабарлы сөйлем, лепті сөйлем, сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем болып шегінеді. Бөлікке бөлінеді. Алдыңғы сабақта өттік, иә? Енді балдар, алдыңғы сабақта сонымен қатар біз заң, бала құқығы туралы өттік, иә? Заңдар туралы білдік, өзімізге тиесілі құқық туралы білдік. Енді ары қарай кеше алдыңғы сабақта бала құқығы қандай? Әрбір өмір сүру, және жеке меншік құқығы. Әрбір бала қандай құқығы бар? Өмір сүру, жеке өміріне қол сұғмау құқығы, әлеуметтік қорғау, жеке басшы бостандығы, жеке меншік құқығы, денсаулығын сақтау, білім алуға деген баланың құқығы бар. Әрбір Қазақстанның 18-ге толмаған азаматы не болып есептеледі? Бала болып есептеледі. Алдыңғы сұрақта өттік. Енді балалар, ары қарай бізге тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаймыз және мәтінде қандай астарлы ой айтылғанын анықтаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі бұл тапсырманың дискриптері мәтіндегі астарлы ойды анықтаймыз және сұрақтарға жауап береміз. Енді алдарына жеке берілді, енді сол арқылы қазір мәтіннен жұмыс жасаймыз. Мәтіннен оқып танысып ала қояйық. Мемлекет тарапынан заңдастырылған және қорғалатын жалпы өмірде міндетті нормалар жүйесі. Құқықтың ерекшелігі оның нормалары бұзылған жағдайда кінәлінің заңды жауапқа тартылатындығында. Балаға талаптың бұзылуы үшін адам заңды жауапкершілікке тартылмайды, бірақ көпшілік назарына ілінеді, айналасына жағымсыз пікір туғызады. Біздің елімізде адам құқықтары ата заңымызда Қазақстан Республикасының Конституциясында жазылған. Ол 9 бөлім 98 баптан тұрады. Оның екінші бөлімі 30-шы бабы құқыққа арналған. Ата заңның 1-ші бабының 1-ші тармағында Қазақстан өзінің ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі мен құқықтары, бостандықтары болып табылатын демократиялық, заңды, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықты деген. Адам құқығына үлкен үлестер қосқан Монтескье, Кант, Джефферсон сияқты ойшылдар адам құқығының негізгі ережелерін алғаш рет анықтап белгілеген. Ойшылдарымыз Төлеби, Қазыбек би, Әйтеке би және Абай адам құқығы мен бостандығын қорғаған. Адам дүниеге келгеннен кейін оның өмірінің, денсаулығын, тыныштығын
орындаймыз. Қазір мәтіндегі негізгі ой. Кім айтады мәтіндегі негізгі ойды? Айтамын. Мәтіндегі негізгі ой құқық туралы айтылған. Жақсы, жарайды, оқырауым. Келесі. Енді сұрақтарға жауап беру арқылы ары қарай мәтінді қамтитын боламыз, иә? Құқық дегеніміз не? Ойлап отырайық. Құқықтың ерекшелігі неде? Адам құқығы қайда және нешінші бапта жазылған? Және ең қымбат қазына дегеніміз. Дайынсыздар ма? Құқық дегеніміз не? Айта қойыңдар. Құқық деген мемлекет тарапынан заңдастырылған жалпыға бірдей міндетті нормалар жүйесі. Жарайды, дұрыс отырамын. Келесі тағы екінші. Құқықтың ерекшелігі неде? Сабина? Құқықтың ерекшелігі адам дүниеге келгеннен кейін оның өмір денсаулық тыныштығын біз мемлекетіміздің ата заңы қорғайды. Жақсы, жарайды. Енді келесі үшінші. Адам құқығы қайда және нешінші бапта жазылған? Наргиз? Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлімі 98 бапта тұрады. Оның 2 бөлімі 30 бабы құқыққа арналған. Жарайды, жақсы. Енді келесі отырауы. Ең қымбат қазына дегеніміз. Кім айтады? Қайсың? Адина? Қазақстанның ең қымбат байлығы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Жарайсың, отырауы. Енді жалпы құқық дегеніміз не? Құқықтың ерекшелігі неде? Бұлардың бәрін не істедік? Таныстық. Енді балалар, ары қарай тағы да тапсырмалар орындаймыз. Бүгінгі сабаққа бізде тілдік бағдар ретінде жүректі сөйлем. Алдыңғы сабақта жай сөйлемнің 3 түрімен таныстық. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем және бұйрықты сөйлем. Енді бүгін лепті сөйлем берді. Лепті сөйлем дегеніміз балалар адамның көңіл күйі мен сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады. Оның лепті сөйлемдердің мағыналық түрлері бұйыру, қуану, тілек, өтініш, сескену, шошу, және де тілек арқылы, өтіну, армандау арқылы жасалады екен. Енді жасалу жолдары одағай сөздер арқылы, одағай сөздер білеміз ғой, алақай, бәрекелді деген бізде одағай сөздер, мысалы, қап, мынау, мынау, бұнда одағай сөз, қап, енді екінші күшейткіш мәнді сөздер арқылы жасалады екен. Неткен, қандай әдемі деп айтамыз ба? Күшейткіш сіңесін болады. Мысалға, неткен сұлу дейді. Неткен сұлу күшейткіш сіңесін болып тұр. Енді ары қарай соңғы демеулік шылаулар арқылы ау, ақ, ой, тағы басқа. Мысалға, осы жазушыны көрсем ой деп қалай айтып тұр? Армандау арқылы айтып тұр, дұрыс, ой. Енді соңғысы интонация арқылы. Мысалы, туған жер. Түсіндік қой балалар, лепті сөйлем дегеніміз не болды сонымен? Лепті сөйлем дегеніміз. Адамның ерекше көңіл күйі мен сезімін білдіретін сөйлем лепті сөйлем деп атайды. Жақсы, жарайсыздар. Енді балалар, ары қарай тапсырмалар беріп тапсырма орындаймыз қазір. Ағай тапсырма орындаймыз балалар. Келесі тапсырма пікір білдіріңіз әдісі. Адам құқығы мен бостандығы туралы өзіміздің пікірімізді білдіреміз. Пікірді жай сөйлемдерді айту мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қатыстырып жазамыз. Ескеріктері сіздер ұсынылған тақырып бойынша пікір білдіресіздер. Және жай сөйлемдерді айтылу мен мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қатыстырып жазамыз. Пікірімізді білдіре қояйық. Жаза қояйық дәптерге. Адам құқығы мен бостандығы туралы.
болса, азаматтың құқығы өмір сүріп жатқан мемлекеттің қорғауында болады. Жалпы түсіндік балалар, иә, адам құқығы мен бостандығы туралы. Құқық дегеніміз не? Өзімізге байланысты құқықтарымызды білдік, иә, алдыңғы тақырыпта да айтылған болатын. Енді балалар, келесі балалар кері байланыс ретінде рефлексия әдісі өз сөзімнің дәлелі. Бүгінгі сабақ бойынша осылай қояйық. Сабақта мен жұмыстандым, себебі кім айтады осы бойынша? Кім айтады? Сабина. Сабақта мен жұмыстандым, себебі құқық және заң маған болашақта керек. Келесі, маған сабақ қайсы? Анет. Маған сабақ өте ұнады. Жарайды, жақсы. Келесі, қайсы? Сабақ бойы мен адам құқығының 5-ші бапта екенін білдім. Жарайды, браво. Келесі, менің көңіл күйім. Қайсы Бауыржан айтады? Мен көңіл күйім өте керемет. Жарайды, сабақ материалдары мен үшін қайсы? Ахмет айтады. Сабақ материалдары мен үшін өте қызықты болды. Жарайды. Браво. Ол кері байланыс, иә, балалар, рефлексия. Енді бүгінгі сабақ бойынша енді үй тапсырмасын жазып алайық, иә? 181 бет, 6-шы тапсырма. Екі тапсырманың бірін орындаңыздар. Негізгі жасөспірімдер жұмысқа барады деген тақырыпта әртүрлі жастағы 5 адамға кем дегенде 3 сұрақтан тұратын сауалнама алыңыздар. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма капитан Хан Досұлының қылмыскерді қорқытпауы тақырыбында ойдан шығарып сипаттамалық эссе жазыңыз. Сөз саны 150 болу керек. Бұл үй